Сәлем достар, біз бүгін дастарханның сәнін келтіретін өте дәмді әрі өте сәнді және үйдегі бар заттардан ғана жасалынатын салат деп айтуға болады. Өйткені құрамы өте қарапайым және өте дәмді, бала шағаға да ұнайды. Осы салатты жасайтын боламыз. Ең алдымен етімізді ұсақтап турап, арнайы бір ыдысқа салып қоя тұрамыз. Одан кейін картошканы қайнатып, теркадан өткіземіз, сәбізді де дәл солай теркадан өткіземіз. Жұмыртқаның ағын майдалап ұсақтап тураймыз. Одан кейін қызылшаны дәл солай теркадан өткізіп алып, осылай дайындап қоямыз. Және де осындай формаға салып, ортасына бокал қойсаңыздар да болады. Етті саламыз, одан кейін майонезді жағып шығамыз. Майонезді қатты жағудың қажеті жоқ, аз-аздап жағамыз. Картошканы, одан кейін сәбізді дәл сол бойынша қайталаймыз. Осылай қасықпен туралап тұрамыз. Жұмыртқаны салдым және ең соңынан қызылшаны салдым. Оның бетіне сарыөзді үгітіп салып шықтым. Осындай әдемі болып шығады.